Ана төбесі қашан түсіп кетіп еді? Ол былтыр алдыңғы жылы 2017-де түсіп кетті. Төбесі. Содан кейін? Апатты жағдайда тұр. Сондықтан өзім ақпарат бөлмесінде оқырман қабылдаймын. Кітап қоры мына арт жақта бір бөлмеде жиналып тұр. Біздер қазір енді ауылымыздағы ауыз су мәселесі қиынға түсіп тұр. Бұл мәселесі тек шешу жолдары, жаңағы жазғы суға бұрын қондыру керек. Сол Сарон суынан ішіп отырмыз, Сарон өзенінен. Сароннан өзен. Сарон неше километрде жатыр? Сарон мына жерден бізде дейтін қазір 7 километрдей үстінде бар. Енді қазір күні бүгінде су қалай беріліп тұр, ауыз су? Су өзіміздің күшімізбен халықтан жаңағы өзіміздің жиын жасап алдында осыдан былтыр август айында жиын жасап, халықтың сотын жасап, бәріміз жаңағы бір ауыздан келісіп, үй басында 1000 теңгеден жинайтын болып, сенімгерлік басқаруға алмай отыр ешкім қазір. Өзіміздің қамтамасыз етпесек, қазір бізге ешкім даладан келіп, сен бүйтіп жатсың, сөйтіп жатсың. Суды қай уақытта беріп отырсыз? Сағатпен беріп отырсыздар ма, жоқ? Жоқ, аптаға 3 рет. Аптаға 3 рет? Қалай? Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері. Неше сағаттан бересіздер? Целый день? 24 сағат па? 24 сағат емес, 12 сағат. 12 сағаттан. Қазіргі қыстың кезінде енді су қажет емес, бәрі құдықтарын толтырылады, бәрі үйдің, ауылдың бәрі құдықпен қамтамасыз етілген. Құдықтары бар. Ауыз суын ішіп отыр. Сол құдықтарына құйып алып? Құйып алып ішеді. А былай үйге келіп тұрған жоқ? Каждый үйге барып тұр қазір. Бірақ сол енді сағатпен берілгеннен кейін? Қазір барып, үйге барып, бізде башын бар, өзінің үлкен неміз бар, мұнарамыз бар. Соны толтырып қоямыз. Ана өргін түскенше, қазіргі уақытта қыстың кезінде біздер дейтін судан проблема болмайды. Біздің проблема тек қана су, ауыз су деп қана жаздың кезінде.